Әлем бойынша біз от жағамыз. Бұл сенің аспазың. Бұл мен Ignite үшін түсіріп жатқан ең қызықты және ең ақылсыз бейне болады. Өйткені мен сені Ignite конференциясында таныстырып жатырмын. Тікелей сату саласында жұмыс істейтін кез келген адам үшін ең маңыздысы шағым. Бәрі жақсы, өйткені сізде қалғанының бәрі болуы мүмкін. Бірақ егер сіздің шағымыңыз қызметтердің кең ауқымына арналмаған болса, онда бұл жақсы. Егер бұл салада жұмыс істейтін адамдар туралы болса, онда сіздің шағымыңыз сәтті болмайды. Дүние жүзіндегі заңнаманы сақтау мәселесі, олар өз жолын бастаған және аз табыс іздейтін адамдарға бағытталған. And looking for smaller income. That does not focus on people on big income. Then there is complaints that focus only on the big income people. Alright, and they only amplify the stories of the big income people. Alright, now the key in a complaint is not about who makes the most money. It's about providing them a complaint that increases the chance of everyone making some money. Бәрі жақсы, өйткені еркін кәсіпкерлікпен тең мүмкіндіктер, бұл тікелей сату, бәрі жақсы. Енді мен сізге Ignite Complaint компаниясы туралы айтып беремін. Бәрі жақсы. Біріншіден, біздің компланымызды түсіну өте оңай. Екіншіден, бұл өте түсінікті. Бәрі жақсы. Бізде сіз сатып алған әрбір өнімнің түйіндеме немесе комиссия көлемі деп аталатын мәні бар қарапайым жүйе бар. You purchase carries a value called CV or commissionable volume. Alright, so you have to remember this term. Сіз бұл ВКВ терминін есте сақтауыңыз керек. Оны сол жерге қойып түзетуіңіз керек. Жарай ма? Жарай. Мысалы, мен бүгін сіздерге ұсынатын шағымында өнімнің орташа бағасы шамамен $600 құрайды. Бұл шамамен $6 құрайды. $100,000 фунт стерлинг. Біз 141 ұпайды сақтауға тырысамыз. Бірақ бұл әрқашан 141 ұпай бола бермейді. Қазір әлемдегі көптеген компаниялар өз өнімдерінің, соның ішінде бөлшек сауда өнімдерінің бағасын үнемі көтеріп отыру керек. Бұл қисынды. Барлығының құны өсуде. Бүгінде инфляция жанармай шығыны өте құбылмалы. Бәрі жақсы. Бірақ біз Ignite бұл мәселені шешкіміз келді. Сондықтан сізге деген міндеттемемізді ескере отырып, біз бағаны көтереміз. Жарайды. Күн сайын емес. Үрейленбеңіз. Бірақ кейде бағаны көтеруге тура келеді. Өйткені ұсыныс өзгереді. Дүкендер желісі, жаһандық экономика, бәрі жақсы. Ландшафт өзгеруде. Бірақ біз бағаны көтерген сайын түйіндеме де өседі. Сондықтан, егер біз мұнда $600 басталатын тауарды алсақ, мен $6 туралы айтып отырмын. Және біз бағаны $640 дейін көтереміз. Жарайды. Бұл жерде сіздің түйіндемеңізде $640 тұрады. Жарайды. Бірнеше пайыз беріңіз немесе алыңыз. Мұның бәрі біздің бухгалтерлердің қалай есептейтініне байланысты. Бірақ бұл оның сұлулығы. Өйткені желілік маркетингтегі бұрынғы тәжірибемде аға басшы ретінде мен барып басшылыққа жүлделерді көтеріп жатқанымызды айту өте ауыр болды. Және олар мені жақсы көретіндіктен, олар әлі де күлімсіреп тұрады. Бірақ бұл күлімсіреудің астарында ашу-ыза, көңілсіздік көп болды. Егер компания ашкөз болса, кейбір жағдайларда, менің ойымша, компания өз саласында ашкөз болды. Бірақ біз бағаны көтерген сайын, жақсы, бағаны көтерген сайын табысымыз да өседі деп шештік. Мен Ignite басшыларына шағымданудың орнына бағаны көтеріп жатқанымызды айтсам, олар жеңісті тойлайды. Үрейленбеңіз. Мен бағаны көтереміз деп айтпаймын. Біз мұны өмірдегі барлық нәрселер сияқты іс жүзінде өзіміз қалағандай жасаймыз. Жақсы ма? Байланыс жоспары, екілік, өте қызықты екілік. Енді айтыңызшы, екілік дегеніміз не? Бүгінгі күні екілік бұл сәттіліктің ең заманауи және қолайлы нұсқасы. Тікелей сату индустриясындағы жетістік аудиторияның өзгеруіне байланысты. Тікелей сату индустриясы ерін талабын $10 және осы сусабындардың барлығына сататын адамдардан басталды. Сондықтан екілік тәсілдің мағынасы жоқ. Сондықтан оларда степ, ани-левел және Б деп аталатын нәрсе болды. Біз қазір бүкіл саланы қарастырдық және ол ұсынатын ең жақсысын таңдадық және екілік от сияқты ештеңе жоқ деген қорытындыға келдік. Жақсы ма? Бірақ біз Ignite комплантына басқа компланттардан бірнеше пайдалы компоненттерді қостық.
Now when you Енді purchase сіз a product өнімді and you сатып алып, register, Ignite and қызметіне you тіркелген register кезде, for Ignite, сіз тегін you тіркелесіз. register for free. Дүние жүзінде There are сізден many тіркелу organizations ақысын around the алатын world көптеген that ұйымдар бар. charge you for Мен бұған registration. I don't believe in сенбеймін. it. Сіз The Ignite-ке fact that you are қосылуға willing to және join біздің өнімді Ignite сатып алуға and buy дайын our екендігіңіз product, қуантады. I'm already Мен бұл үшін grateful. сізге I'm алғысымды trying білдіремін. my Мен best адамдарға to get Ignite-ің бір people бөлігі болуды to feel ыңғайлы сезіну comfortable үшін being part of бар Ignite. күшімді So there's no саламын. registration. Сондықтан тіркелу қажет емес. Registration, Жалпы тіркелу alright, тегін. is free. You can Сіз come into Ignite-ке Ignite кіріп, and start your сапарыңызды journey тегін for free. бастай аласыз. Now when you Енді register, тіркелгеннен кейін okay, сізге you бакалавр will be нөмірі given беріледі. a BA number. What is Бакалавр BA? деген не? BA бренд серіктесі stands for дегенді brand білдіреді. affiliate. Бұл сіздің That бүгінгі means бренд today you are one of серіктестеріміздің our бірі brand екеніңізді білдіреді. affiliates. Сіз That you барлық can жерде go жүре around аласыз және and you Ignite represent брендін the көрсете brand аласыз. of Заңды Ignite. түрде You don't сіз legally компанияның represent the өкілі company, емессіз. Бұл дұрыс. alright, Бірақ but you сіз represent Ignite the брендінің brand of өкілі болып Ignite. That's табыласыз. why we call you a Сондықтан brand біз сізді affiliate. бренд серіктесі You деп do атаймыз. not legally Заңды түрде сіз represent the компанияның company. өкілі емессіз. What we Біздің say компания as the ретінде company and what айтқандарымыз you бен say as бренд a brand серіктесі ретінде affiliate, айтқандарыңыздың alright, заңды is түрде not ешқандай connected байланысы legally. жоқ. Okay, Сондықтан that's why сіз you де have to be біз сияқты careful what you сөздерімізге say and мұқият we have to be болуымыз керек. careful what we Осы say, тікелей alright? сату индустриясында In this не айтып industry of жатқанымызға direct абай selling. Say the болыңыз. right Дұрыс thing. айт. Say the Шындықты truth, айт. say the Дұрыс right айт. thing. Жарай ма? So Есте remember, what сақтау you have to керек. remember? Нәрсені есте CV. сақта. Түйіндеме. What's the next Әрі thing you қарай have to нені remember? есте сақтау керек. BA. So when Сіз you тіркелген register, кезде сізге бакалавр alright, you'll нөмірі be given a беріледі. BA Ол number, сіздің бақытты which is нөміріңіз your болады. luckiest Ол number in сіздің your life. өміріңіздегі нөмір. Alright, Бәрі your BA жақсы. number will Сіздің be BA this нөміріңіз account осы here. есептік жазба болады. Alright, belongs Бәрі to you. жақсы. Ол Alright, сізге this is тиесілі. called Бәрі 001. жақсы. Оның You will аты be бір. automatically Тіркелу барысында given сізге 002 автоматты түрде and 2 және 3 нөмірлері 003 беріледі. in your registration process Сіз when you бастаған start. кезде бәрі Okay? жақсы болады. Now Енді this сізге тиесілі account бұл that you есептік own, your жазба BA сіздің account, бакалавриат is шотыңыз also жақын transferable to the туыстарыңызға да next of kin. берілуі мүмкін. Бәрі Alright? жақсы. It's Оны жақын transferable to the туыстарыңызға next бір рет, of kin. бір ұрпақ One time, ішінде беруге one болады. generation. Жарай ма? Бұл Okay? сіздің екінші Immediate немере family, ағаңыз not немесе your third сіз distant жақсы cousin көретін or көршіңіз your туралы next door емес, neighbor you are жақын in love туыстарыңыз with. туралы. This must Жұбайы be немесе spouse балалары болуы or керек. children. Жұбайы немесе балалары. Spouse or Сіздің children, your жақын immediate туыстарыңыз. family. Most of us Көпшілігіміз will give мұны it to our балаларымызға kids. сыйлаймыз. Alright? Бәрі жақсы ма? And there Жақын could туыстар be үшін ерекше exceptions to жағдайлар next болуы of kin, мүмкін. but we'll Бірақ talk бұл about it туралы later. кейінірек айтатын So whatever боламыз. you build Сондықтан in Ignite Ignite қолданбасында жасаған can be кез келген transferred нәрсені across to жүзеге the асыруға next болады. of Жақын kin. туыстарына беріледі. Okay? Жарайды. Why? Бірақ неге? Because we want Өйткені біз сіздің continuity отбасыңызда of үздіксіз байланыс networking in your болғанын family. қалаймыз. You are Сіз networker, we желі want your children to be a қолданушысыз және networker. біз сіздің Okay? балаларыңыздың да желі Now, қолданушысы болғанын қалаймыз. the complex Жарайды. has Енді 6 әрбір steps сайт үшін in ком every жоспарында cycle. 6 қадам бар. Okay? Бұл Simple. қарапайым. Жарайды. Alright? Неге Why дәл 6? 6? Don't ask me. Менен сұрама. Ask the Шағым people who created жазған the адамдардан, complaint, the corporate корпоративті mavericks. индивидуалистерден Alright? сұра. Okay? Жарайды. And Жарайды. it's 6 Бұл steps 6 қадам бір циклді білдіреді. that will represent, alright, one cycle. Okay? Бұл өте Simple as қарапайым. that. Now, when Енді you сіз purchase a product 600 of түйіндемесі 600 бар өнімді CV, сатып алған you are кезде required бақылау to орталығына qualify кемінде your 300 tracking түйіндеме center with a беруіңіз minimum керек. of 300 Бұл CV, әрқашан 600 which is түйіндеменің always half of the жартысын құрайды. 600 CV. Бұл In жағдайда this case, сіз екі you can бақылау qualify орталығына 2 tracking өтініш бере centers, аласыз. 1 және 2. and Өйткені 002, сізде because you have 600 600 түйіндеме бар. CV, you bought one Сіз бір product, өнімді сатып you can алдыңыз. now Енді екеуіне де qualify жарамды both. бола аласыз. Now, if you Енді, decide to егер buy сіз өнімді a product for $1,800 сатып алуды шешсеңіз, $1,800, give or take, беріңіз немесе and you will алыңыз, be сізге бір allocated өнім беріледі. 1,800 1800 түйіндеме. Бұл In жағдайда this case, сіз 300 бүтін you can 1000 qualify, 300. 300-дің бағасына бірінші, екінші, үшінші талаптарына сай бола аласыз. Барлығы 900 түйіндеме. Ал сіз талап еткіңіз келетін келесі шот үшін. Сіз талап еткіңіз келетін келесі шот үшін 3-тен кейін 600 талап етіледі. 4-ші нөмірден бастап сіз 300-бен талап ете алмайсыз. 600-бен талап етуіңіз керек. Бәрі жақсы ма? Бұл қарапайым және түсінуге оңай. Осылайша сіз 1800 ақш долларынан 600 ақш долларына дейінгі кез келген затты сатып ала аласыз. Бірақ бұл біліктілікке ие болу үшін қажет нәрсе. Міне, сіздің Ignite есептік жазбаңыз. Енді айтыңызшы, Ignite сізге қалай төлейді? Сол жақта 1800 канадалық доллар, ал оң жақта 1800 канадалық доллар алған минутта сізге 250 ақш доллары төленеді. Мұны есте сақтаңыз. Бұл бір қадам үшін ең төменгі комиссия. Жарайды. Бұл ең төменгі дәреже. Бұл бірінші дәреже. Бізде ең жоғары деңгейге дейін барлығы 8 дәреже бар. Жарайды.
бұл біздің сомамызды арттырады. Бірақ ең төменгі дәреже туралы сөйлесейік. Сіз 250 ақш долларын алуға құқығыңыз бар. Сол жақта 1800 түйіндеме, оң жақта 1800 түйіндеме, сізге 250 ақш доллары төленеді. Жарайды. Бұл Ignite шағымын қалай алға жылжытқаныңызға байланысты 600 долларға 3 сатып алу немесе 1800 долларға 1 сатып алу болуы мүмкін. Және бұл 6 рет қайталанады. Жарайды. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл 6 рет қайталанады. Ал 6-шы 1800-ге жеткенде, демек, сен мұнда 250 жасайсың, мұнда 250 жасайсың, мұнда 250 жасайсың, мұнда 250 жасайсың. Ал 6-шы рет ақш долларын таппайсың. Егер олар сізге тиын берсе, бәрі жақсы, және сіз мұны істейсіз, міне, олар саған сары тиын береді. Сары тиын. Содан кейін сіз келесі циклге ораласыз. Бірінші қадамнан бастаңыз. 1800 бүтін 1800 доллар жинаған кезде, сіз қайтадан 250 доллардан бастап, 6-ға дейін көтеріліп, осы жерден тиын аласыз. Бәрі жақсы ма? Бұл өте оңай. Міне, сіздің шағымыңыздың негізгі құрылымы. Енді ақша табуды бастау үшін, сіз кем дегенде бір бақылау орталығында біліктілікке ие болуыңыз керек. Және сізде кем дегенде 2 тікелей жолдама болуы керек. Жарайды. 2 тікелей жолдама. Сен біліктісің, содан кейін сен біліктісің. Ал келесі жолы 2 тікелей жолдама алсаң, 1 және 2 сен белсендірілгенсің, және іске қосылған минутта сол құқықты аласың. Бір қадам алға жылжығаны үшін, комиссия алу үшін. Жарайды. Бұл негізгі шағым. Жарайды. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз, сіз өнімді сатып аласыз. Бақылау орталығында тексеруден өтесіз. Екеуін табасыз немесе екеуін іске қосасыз. 2 адамды іске қосасыз. Біреуі сол жақта, екіншісі оң жақта. Сіз белсендірілгенсіз және жүйе жұмыс істей бастайды. Сіз минут сайын мыңдаған доллар жинайсыз. 1800 бүтін 1800, сен 250 аласың. Жарайды. Егер сенде 1800-ден көп болса, айталық, сенде 2100 болса, біз 1800-ді қолданамыз. Ал 300 өзіне теңдестірілген кернеу келесі күту режиміне ауысады. Сен дұрыс нәрсені табыңыз. Бәрі жақсы, оны түсіну өте оңай. Жарайды. Бұл ең оңай пирог. Бұл торттың не екенін елестетіп көріңізші. Бұл сізге түсіну керек ең оңай пирог. Жарайды. Әр тортқа глазурь, кішкене декор, шашыратқыш және шам қажет. Содан кейін ол толық торт жасайды. Сондықтан торттың негіздерін түсініп алыңыз. Жарайды. 1800, 250. Егер сіз 600 түйіндемені жарнамаласаңыз, бұл жерде 3 өтінім. Мұнда 3 өтінім 250 дегенді білдіреді. Бәрі жақсы, тіркелу тегін. Жарайды. Шамамен 600 долларға сіз 600 түйіндеме аласыз. Ignite бағаны көтергенде сіздің түйіндемеңіз де өседі. Және ол 1800 долларға дейін көтерілуі мүмкін. Бұл сізге көбірек төлеуге мүмкіндік береді. Сіз сондай-ақ 1800 долларға азық-түлік сатып алып, 1800 долларға түйіндеме ала аласыз. Ал егер сіз 2 адамды 1800 доллармен шақырсаңыз, Ignite 2-ні тауып, бірден 250 доллар аласыз. 250 бұл ең төменгі рейтинг. Одан жоғары тағы 7 дәреже бар. Ignite барлығы 8 дәреже бар. Сіздің мақсатыңыз ең жоғары дәрежеге жету. Жақсы ма? Сіз мұны түсіндіңіз бе? ақш долларымен есептегенде 5 қадамнан кейін 6-шы қадам. Бұл монета, сары монета. Сары монета дегеніміз не? Сары монетаны ақшаға айналдыруға болады. Оны Ignite ішіндегі көптеген платформаларда қолдануға болады. Және жақын арада оны Ignite'тен тыс платформаларда қолдануға болады. Балалар, сендер менімен біргесіңдер ме? Жоқ па? Сондықтан сары монета өте әмбебап. Жарайды. Біз мұны түсінеміз. Енді глазурды бастайық. Ignite комплен тортындағы бұл глазур дегеніміз не? Компланның екілік пішімдегі әлсіз жақтарының бірі, бастаған адамдардың көпшілігінің сол қолдары қалады. Ал оң жақта олар біреуді осында, ағасын, ең жақын досын осында шақыра алады. Бәрі жақсы ма? Жарайды. Бұл 600 түйіндеме деп елестетіп көрейік. Сондықтан сізде 600 түйіндеме. 600 түйіндеме бар. Жақсы ма? Және тікелей сату индустриясындағы барлық дерлік адамдарда табиғи түрде болатын нәрсе, бұл адам немесе бұл адам басқаларға қарағанда тезірек алға жылжиды. Осылайша, екілік құрылымға негізделген ең күрделі жағдайда, бұл адам бірден 2 адамды табады. Сіздің ең жақын досыңыз, мен сияқты,
1-2 ай ұйықтап қалады және кейінірек оянып жарайды. Мен қазір дайынмын деп айтуды шешеді. Енді сен осында болсаң, жылайсың. Неге? Өйткені сіздің желіңіз өсіп жатыр. Бірақ сіз табыс таппайсыз. Сенің бір аяғың өсіп жатыр, ал бір аяғың өспей жатыр. Ал сен табыс таппайсың. Сосын көңілің түсіп кетеді. Сен бұл салаға күмән келтіре бастайсың. Сіз қарым-қатынас жасау үшін жаратылғаныңызға күмәндана бастадыңыз. Өйткені сіз ештеңе таппадыңыз. Ерте табыс табу маңызды. Әрқайсысы оннан 20 мың долларға дейін табыс табатын жігіттер туралы алаңдамаңыз. Олардың өзіне деген сенімділігі жай ғана диаграммалардан тыс. Бірақ мен әрқашан жаңадан бастағандардың сенімін арттыруымыз керек деп ойладым. Игнайт бұл мәселені шешті. Мен Игнайт корпоративтік жауынгерлеріне идеяны ұсынғаны үшін өте ризамын. Біз бұл мәселені шештік. Біз желілік маркетинг индустриясындағы екілік акциялардың ең үлкен мәселесін шештік. Біз бұл мәселені шештік. Бәрі жақсы ма? Игнайте. Сіз құрылысты бастаған кезде жарайды. Бірінші қадам және екінші қадам. Дұрыс, бірінші қадам және екінші қадам. Біз сіздің барлық қосымшаларыңызды бірінші және екінші қадамдарда қабылдаймыз және оларды бір деңгейлі құрылымға айналдырамыз. Бір деңгейлі құрылым дегеніміз не? Үрейленбеңіз. Сіз екі директормен келісім шартқа отырдыңыз. Бәрі жақсы ма? Бұл екі директор, сіздің директор дәрігерлеріңіз. Сен осындасың. Олар бірінші деңгейде. Бәрі жақсы. Сіздің бір деңгейіңізде болады. Бұл қарапайым. Сіздің ең жақын досыңыз, немесе ағаңыз өзінің екі директорына, оның дәрігеріне қол қояды. Олар сіздің бір деңгейлі құрылымыңыздың екінші деңгейінде болады. Бұл адам екі директормен келісім шартқа отыр. Солай ма? Ал оның дәрігері бұл екеуі бір, екі. Олар сіздің үшінші деңгейіңізде болады. Осылайша сізде үш деңгей бар. Және бұл артуы мүмкін. Өйткені сіздің ең жақын досыңыз бір адамды тіркесе, бәрі жақсы. Бұл қазірдің өзінде екінші деңгей. Түсіндің бе? Бұл адам сіздің тікелей кеңесшіңіз. Басқа адамды тіркей. Бұл қазірдің өзінде екінші деңгей. Егер сіз басқа адамды тіркеп, оны жақын досыңыздың астына қойсаңыз, онда сіздің тікелей кеңесшіңіз бірінші деңгейде болады. Бұл өте қарапайым. Біз сіздің алғашқы екі қадамыңызды орындап, оларды бір деңгейге қойып, сол жерде сақтаймыз. Игнайт бұл бір деңгейлі қосымшамен не істейді? Бірінші, екінші, үшінші деңгейге жеткен әрбір адам үшін біз ол адамды басқа санатқа ауыстырамыз және сізге жасыл тиын береміз. Жасыл тиын. Есіңізде болсын. 6-шы қадамда сізде сары тиын болған. Енді міне, сіз білуіңіз керек. Екінші монета, жасыл монета. Сіздің жолдамаңыздың алғашқы үш деңгейінде тұрғандардың барлығы сол жақтама, жоқ па, жасыл монетамен бейнеленген. Оң жақта немесе екі жақта. Жақсы ма? Сол жақта, оң жақта немесе екі жақта. Жақсы ма? Және әрбір монетаны қай жерде болса да ақшаға айналдыруға болады. Мен мұның күші неде екенін түсіндіремін. Сіз үш деңгейде айырбастауға болады. Үш жасыл монета, 6 жасыл монета және ең көбі 12 жасыл монета. Жарайды. 3 жасыл монета сізге 3 жасыл монета $40 беретіндей береді. 6 жасыл монета сізге $125. Ал 12 жасыл монета сізге $250 береді. Бұл нені білдіреді? Бұл сіздің ең жақын досыңыз ақымақ болса, бәрі жақсы дегенді білдіре ме? Бірақ менікі емес, ол жақсы. Бірақ сенің ең жақсы досың бар делік. Ол мүлдем ақымақ және есінен танып қалады. Бірақ сенің ағаң немесе әпкең толығымен қосылы және бір жағынан құрылысты жалғастыруда. Бәрі жақсы ма? Және бұл үш деңгейлі әдемі үйге айналады. Сізге келетін болса, сіз бір сайттан жасыл монеталарды жинап, оларды 40, 125, ең көбі 250-ге айналдыра аласыз. Тек алғашқы екі қадам үшін, тек жаңа тіркелу үшін. Бұл біз ең үлкен жұмбақты шешіп жатырмыз дегенді білдіреді. Жарайды. Түсініктемеде. Бұл дегеніміз, егер сізде бастапқыда бір аяғыңыз өсіп жатса, онда сіз желі маманы ретінде табыс пен табысты сезіне аласыз.
and success Енді as a мұның networker. неге Now, соншалықты why керемет this is екенін so түсіндіріп beautiful? беріңізші. Because the Өйткені minute this бұл person адам тапқан earns, минутта converts 3 3 тиын coins to 40 $40, долларға айналады. alright? Жарайды. Немесе Or 6 тиын 1 беске, 6 немесе coins to 1 to 5 12-ден or 2 12 to 50-ге 250. дейін айналады. The Сомалар amounts, жарайды. 40 alright, доллар сізге онша $40 may көп not ақша болып look like a lot көрінбеуі of money to мүмкін. you. Бірақ But in кейбір some елдерде countries, $40 $40 is бір grocery аптаға shopping for азық 1 түлік week. сатып алу болып табылады. 1 to Дүние 5, жүзіндегі кейбір alright, нарықтарда, is соның a ішінде lot of money in some Малайзияда of our markets around the world, 125 including доллар. Malaysia. Бұл көп ақша. Alright, 250 доллар. 250, Құдай, my God, ау. Бұл this іс is, жүзінде Макдоналд істе жұмыс practically working істейді. in Бұл сіздің McDonald's, қазіргі that's your salary жалақыңыз. nowadays. Are you Балалар, guys with me or сендер not? менімен біргесіңдер ме, жоқ with па? one Сондықтан side бір growing жағынан and this сен side өсесің, totally not ал growing. екінші жағынан You only мүлде need one өспейсің. to be Кем activated дегенде at least. бір жағын белсендіру You керек. start earning Сіз money. 2 қадамда ақша таба For 2 бастайсыз. steps. Осы 2 After the қадамнан 2 кейін steps, you have to кәдімгі match or екілік build the файлды normal картаға binary. түсіру немесе But жасау what керек. we wanted Бірақ to біз solve оны жаңа is we қырынан wanted to көргіміз see the келді. new sign Тіркеліп, up ақшаңызды get өз қолыңызға алыңыз. in his Сондықтан hands. ол жасыл So тиындарды when he gets алған the green coins, кезде he ол converts, оларды he actually айырбастайды gets және paid, ол guys. шынымен де жалақы He will earn алады. from the Балалар, retail ол бөлшек profit. саудадан табыс табады. He will earn Ол from кез келген everything, нәрседен but he табыс табады. earns Бірақ from ол бір жағы болса the да green жасыл coins, тиындардан even if табыс one side табады. is Ол growing тек only for the алғашқы first 2 2 steps. қадамда өседі. Бәрі Alright? жақсы ма? So first 2 Алғашқы steps 2 қадамда technically, техникалық you're тұрғыдан supposed to earn 500 доллар табу $500. керек. Бәрі жақсы ма? Alright? Сіз жасыл 250 you will монеталарыңыздан earn from your 250 green доллар coins, табасыз. and Ал екілік 250 you акциялар have to бойынша earn from өсуіңізді balancing теңестіру арқылы your тағы binary growth. 250 доллар Alright? табуыңыз керек. This Міне, is керемет, the бұл ultimate нағыз icing. глазур. This is Бұл sugar дәмсіз глазур icing, емес. not the Қант tasteless глазуры. icing. Бұл қант, This is the қант, sugar, қант, sugar, sugar, қант sugar глазуры. icing. Бұл This is Ignite'дің the тәттілігі. sweetness Біз of мәселені Ignite. шешіп жатырмыз. We solve Дәл the қазір problem. сіз жарайды. Now you may be Бірақ thinking аспаз, about, Chief, мен I'm күшімді here to салу үшін max out. келдім деп I ойлайтын don't шығарсыз. care about Маған this. It's бәрібір, cool. бұл керемет. You Сен just жай ғана bill жұмыс and істеп, you earn күн your көресің. step commission. Комиссиялар, You don't have to жасыл worry about the монеталар green туралы coins. You can алаңдамаудың қажеті convert it жоқ. and move on. Оларды айырбастап, But әрі for қарай жүре аласың. many Бірақ дүние networkers in жүзіндегі the world, and I көптеген know желі this, қолданушылары I've үшін, seen the және data of мен my мұны whole білемін. tree around Мен the бүкіл world. әлем бойынша There are бүкіл many ағашымның деректерін networkers who көрдім. quit Бизнестен the кететін business. көптеген желі қолданушылар Majority бар. of people Бизнестен who quit кететін the адамдардың business, көпшілігі they алты don't сатыға quit after they көтерілгеннен earn 6 кейін steps, кетпейді. guys. Адамдар, They don't олар quit ең after they көп max табыс out. тапқаннан кейін Alright? кетпейді. Олар They may құндылықтар move after жүйесіне they max және out басқа да because көптеген of value мәселелерге systems and байланысты many issues, ең but көп they табыс never тапқаннан quit. кейін кетуі мүмкін. Majority Бірақ of олар people, ешқашан кетпейді. 90% Адамдардың of көпшілігі, attrition желі of қолданушыларының networkers 90%-ы happen дәл осы кезеңде at this ең stage, басында at the жұмысынан beginning. айырылады. Біріншіден, Number one, олар ақшаны they көрмейді. don't see money Өйткені бір because жағы one өсіп side келеді. grows. We Біз solve бұл the мәселені problem. шешіп жатырмыз. Alright? Бәрі жақсы, Okay. бәрі Number жақсы. two, Екіншіден, the product өнімнің value долларға against шаққандағы dollar, құны alright, бұл is жерде not there. көрсетілмеген. Okay? Бәрі жақсы. And Және бұл дұрыс not the өнімдер right емес. products. We Біз solve кезіккен all the мәселелердің problems барлығын to шештік. retain Адамдарды people осы long салаға enough ғашық болу for them to үшін, love Ignite'пен the industry, саяхатын love жақсы their көру journey үшін with Ignite. жеткілікті So this ұзақ is the ұстаңыз. Бұл icing. глазурь. Okay? Жарайды. Now, Енді тортыңызды get ерекше ready for безендіруге the дайындалыңыз. special decoration on your cake. Жарайды. Тортыңызды get ready for ерекше the безендіруге special decoration дайындалыңыз. on your cake. Тортыңызды безендіріңіз. In the Іскерлік complan, тұрғыдан one алғанда of the көшбасшымен natural болатын things that табиғи happens нәрселердің to a бірі leader, және this is дәл now I'm қазір talking мен leader, көшбасшы туралы is айтып one отырмын. Бұл ұйымның side бір of the жағы, organization, сол left жағы or right, немесе will оң жағы always grow әрқашан big. өседі. And the Ал other екіншісі one кішірек will болады. be smaller. Бұл бәрінде болады. Happens to Теменсіздікті everyone. ешкім Nobody теңестіре can balance in алмайды. Ол жай perfection. It ғана doesn't жоқ. exist. Менің I ойымша, think it's a бұл law of табиғат nature. заңы. Енді Now, what айтыңызшы, happens to the көшбасшыға leader? не болып жатыр? They Олар will always әрқашан өздерінің abandon their күшті big жақтарынан side. бас тартады. Олар They will әрқашан always өздерінің abandon their күшті big side. жақтарынан бас And they тартады. focus on their Өздерінің small кішкентай side. жақтарына And назар one day the аударады. small Және бір күні side will be кішкентай bigger жағы үлкен жағынан than the big үлкенірек side. болады. Содан Then they кейін go back олар осында here қайта оралып, and they үлкен focus жағына on the назар big side, аударады. which is Бұл now the қазір small кішкентай side. жағы. Making Бұл мағынасы sense? бар I ма? hope so. Мен солай деп And what happens, үміттенемін. it Және не болып builds жатыр? Бұл көшбасшыға animosity деген with the қастықты leader. тудырады. Бұл It builds проблемаларды issues, тудырады. but can you Бірақ blame the көшбасшыны leader? кінәлауға бола ма? I Мен don't know. білмеймін. The leader also Көшбасшы да wants to ақша make money, тапқысы so he's going to келеді. focus on Сондықтан his ол өзінің weaker әлсіз жағына side. назар аударады. We Біз wanted бұл this мәселенің problem to be шешілгенін solved, so we қалаймыз. told
Сондықтан Ignite командасына бұл мәселені шешіңіз дедік. Олар сарапшыларға жүгінді және олар мәселені сәйкестік бонусы деп аталатын мәселені шешті. Бұл торттың қарапайым безендірілуі емес. Білесіз бе, қуыршақ қозғала алады. Мұнда жарық диодты шам бар. Білесіз бе, бұл декордың мүлдем басқа деңгейі. Білесіз бе, менің балаларым торт алған кезде аузы қозғалатын аллигатор сұрайтын сияқты. Түсіндің бе, бұл солай. Ignite біз үшін, желі қолданушылары үшін осылай жасады. Олар, егер сен көшбасшы болсаң, аяғың үлкен, аяғың кішкентай болса, үлкен аяғыңды назардан тыс қалдырма дейді. Өйткені сенің барлық көшбасшыларың осында.
Жарайды. Сенің барлық көшбасшыларың осында. Ал сен 4-ші орында болсаң, 4-ші орында болсаң, ал сенің барлық көшбасшыларың 3-ші орында немесе, жылдамдықты 8-ге дейін арттырыңыз. Жарайды. Бір деңгейлі режимде сіз 10 деңгейге дейін табыс табасыз. Мен сізге бір деңгейлі режимнің не екенін түсіндірдім. Келей жолдама, келей жолдама, келей жолдама, келей жолдама, келей жолдама. 10 деңгей, 10 деңгей. Сіз олардың комиссияларының пайызын аласыз. Сіз олардың комиссияларының пайызын аласыз. Біз олардан ештеңе алмаймыз. Бұл ақша Ignite'тен келеді. Бәрі жақсы ма? Олар Ignite'тен келеді. Біз олардың комиссияларының белгілі 1%-ын алып, оны сізге үлкен көліңізде береміз. Сондықтан, қазір аптал көшбасшы бұл көшбасшыларды ешқашан назардан тыс қалдырмайды. Оларды үлкенірек чектерді алуға итермелейді. Өйткені олар неғұрлым көп чек тапса, соғұрлым көп пайыз алады. Және екілік акциялар үшін, комиссияларды алу үшін кішірек сегментке назар аударады. Бәрі жақсы ма? Елестетіп көріңізші, егер сіз Ignite'тің көшбасшысы болсаңыз, онда сіз өз шотыңыздан екілік акциялар үшін комиссия аласыз. Сіз тек үлкен аяғыңыздың пайызын аласыз. Егер біреу үшінші және одан жоғары орынға ие болса, сіз 4-ші және одан жоғары болуыңыз керек. Жақсы ма? Сіз олардың апта сайынғы комиссияларының пайызын алатын боласыз. Балалар, мен саған оны қалай айтарымды да білмеймін. Егер сіз жаңадан бастаушы болсаңыз және бұл бейнені көріп отырсаңыз, сіз біраз абдырап қалуыңыз мүмкін. Бірақ бұл бейнені көріп отырған көшбасшылар, бұл сіз күткен ең тиімді шешім екенін біледі. Мінекей, бұл сіздің күшті аяғыңызда немқұрайлы қараудың барлық мәселесін шешеді. Сіз несиелік лимитіңізді елемейсіз. Түсіндің бе? Сен елемейсің. Адамдарға немқұрайлы қараудың қажеті жоқ. Барлығына қамқорлық жасаңыз. Өйткені қазір сіз өзіңіздің жеке шотыңыздан ғана емес, сонымен қатар несиелік лимитіңіздегі көшбасшыларыңыздың пайызынан да табыс табасыз. Бұл керемет. Балалар, мен мұны көргенде көзіме жас келді. Бәрі жақсы, өйткені біз тікелей сатылымдағы көшбасшылықтың ең үлкен мәселесін шешіп жатырмыз. Бәрі жақсы, бұл жай ғана вау. Бұл менің ұлым қалаған, ол қырауының түрі, аузы дірілдеп, торттағы отты сөндірек. Керемет. Балалар, міне, бұл сәйкестік деп аталатын осындай күшті бонус, сіз барлық мәліметтерді біле аласыз. Бәрі жақсы. Енді сен шам жағуға дайынсың ба? 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 Бұл көшбасшылық. Бәрі жақсы. Жетекшілік ет. Аяғың мықты болып өскенде, сен бар күшіңді саласың. Бұл белгілі бір деңгейде табысының азаятынын білдіреді. Біз мұны компанияны қорғау үшін жасауымыз керек. Өйткені Ignite философиясы өзара тиімділік принципі болып табылады. Біз сенің жеңгеніңді қалаймыз. Ignite жеңу керек. Және біз желі мамандары мұны бағалап, оны шынымен насихаттауымыз керек. Сізге мықты компания мен табысты желі қажет. Сізге сәтсіз желі емес, күшті компания қажет. Сізге әлсіз компания мен табысты желі қажет емес. Сізге желі керек. Жеңіңіз, жеңіңіз. Бұл біздің мантра. Жеңіңіз, жеңіңіз. Бұл V-Ignite және Ignite корпоративтік ұйымының серіктестігі. Енді сіз ең жоғары деңгейге жеткенде көшбасшы не істеп жатыр? Мен мұны өз көзіммен көрдім. Олар ұйықтап қалады. Олар ұйықтап қалады. Олар жоғары көтерілудің символы ретінде барлық жерде жүреді. Олар көп сөйлейді. Мен жақында мынаны естідім. Олар көп сөйлейді. Өйткені олар өз шегінде, олар желінің өсуіне мән бермейді. Сондықтан сізде ұнамайтын өсу сызықтары бар. Өйткені олар сізді тастап кетеді. Олар ең жоғары деңгейге жеткенде, олар ең жоғары деңгейге жету үшін жеткілікті түрде басқарады. Бұл дегеніміз, олар кеше тіркелген жігіттің жетістігіне мән бермейді. Ал V-Ignite біздің мантра әрқашан кеше тіркелген жігіт немесе қыз туралы ойлау болып табылады. Жарайды, тек басшылық қана емес. Біз көшбасшылардың бізге көмектескенін қалаймыз. Міне, шам, балалар, мен сені туған күніңмен құттықтаймын. Бәрі жақсы. Міне, шам, сонда бұл қандай шам? Сіз ең жоғары деңгейге жеткенде, сізде артық түйіндеме пайда болады. Ол сізге өтелмейді. Жақсы ма? Сізде артық түйіндеме бар ма? Сіздің кішірек аяғыңыз. Ол сізге өтелмейді ме? Жоқ па? Бәрі жақсы. Бізде максималды бонус деп аталатын шам бар. Бұл көшбасшының белсенді және жауапты болуын қамтамасыз ету үшін. Ол белсенді және жауапты болу керек. Бұл дегеніміз, сіз максималды сығуды бастаған сәтте, сіз максималды сығуды бастайтын сәт келеді. Бірнеше апта ішінде Ignite сізге электрондық хат жібереді. Сондықтан дұрыс электрондық пошта мекен-жайын енгізгеніңізге көз жеткізіңіз. Және электрондық пошта
Алматыда, мырза, ханым, сіз әлсіз бөліңізде кім болсаңыз да, аға, әпке деп жазылған. Егер сіз оны салуды жалғастырсаңыз, мен көп адамдарға ақша табуға көмектесемін. Егер сіз түйіндеменің көлемін ұлғайтсаңыз, Ignite түйіндемені максималды мәнен жоғарылату үшін арнайы формуланы есептей, пайызды алыңыз. Өйткені Ignite ашкөз емес, олар жеңгісі келеді. Бірақ олар ашкөз емес, және олар сізге бұл пайызды бонус ретінде төлейді. Балалар, бұл сіздің ең жоғары комиссияңыз 25 мың доллар болса, өміріңіздің соңына дейін тұрып қалғаныңызды білдіреді. 25,000,000, 25,000,000, 25,000,000. Бұл перспективалы болып көрінеді. Солай емес пе? Бірақ егер сізде бұл санды көбейтуге мүмкіндігіңіз болмаса, көңіліңіз қалады. Әрине, сіз жаңа тіркелгілер жасай аласыз. Бірақ бұл оңай емес. Бәрі жақсы. Өйткені сіз барлық күш-жігеріңізді жаңа тіркелгілерді жасауға жұмсауыңыз керек. Енді біз сізге әлсіз жаққа баруға, қолдау көрсетуге, көбірек адамдарға ақша табуға көмектесуге, жерге оралуға мүмкіндік береміз. Ал егер түйіндемеңіз ең жоғары деңгейден асып кетсе, сол сәттен бастап бонус аласыз. Сіздің басыңыздың жоғарғы жағында комиссиялар. Осылайша ең жоғары сомасы 25 мың долларды құрайтын және апта сайын бір шоттағы бонусынан қосымша 25 мың доллар алатын адамдар болуы мүмкін. Бұл естімеген нәрсе. Жарайды. Бұл туған күн тортындағы ең сексуалды жанжал. Міне, сіз үшін ең жоғары бонус. Сондықтан қазір бұл туралы ойланыңыз. Жаңадан бастаған ойыншы екі қадамда бір жағынан жасыл монеталарды ала алады. Бәрі жақсы, құрылысшы өзінің күшті аяғын ешқашан назардан тыс қалдырмайды. Өйткені ол жетекшілерінің комиссияларының пайызын алады. Бәрі жақсы, ең жоғары табысы бар адам ешқашан ұйықтамайды, ешқашан өшпейді, ешқашан зейнетке шықпайды. Өйткені ол өзінің ең жоғары табысын арттыруды жалғастыруда жарайды, және ол ең жоғары бонусқа ие болады. Бәрі жақсы, баға өсіп, пайда өсуде. Және сіз қандай өнімді сатып алсаңыз да, ол сана Рей желісі немесе Брейнифай желісі болсын. Сіз ешбір өнімді ала алмайсыз. Симметра. $600 төлесеңіз, сіз екі Симметра немесе Симметра немесе Актива немесе Симметра және Ария немесе Симметра және тоғыз аласыз. Жасанды интеллект бағдарламасына келетін болсақ, ең аз дегенде минимальный 600 сатып алу арқылы сіз бірден біреуін ала алмайсыз. Бағдарлама, сіз екі бөлікке ие боласыз, немесе $1800 6 бөлікке жаңарта аласыз. Осылайша, өнімнің бағасы мен өнімділігінің оңтайлы арақатынасымен сіз бөлшек саудадан пайда табасыз. Жасыл тиыныңызды аласыз. Бірінші, екінші қадам. Бір аяқтың биіктігі. Жарайды, сіздің қадамыңыз үшін комиссияңыз $250 құрайды. Бұл саладағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Бұл бүкіл саладағы ең көп таралған шағым. Мен білмеймін, балалар. Мен мұнда 30 жылдан астам жұмыс істеп келемін. Мен мұның бәрін көрдім. Күш, әлсіздік, тағы да күш, тағы да әлсіздік туралы шағымдар бар. Күш, әлсіздік. Маған Ignite ке шағым түскенде, Ignite-тің бас директоры болуға шақырылғанда, мен тек күшті көрдім. Мен саңырауды бұза алмадым. Бұл өте жақсы, балалар. Сондықтан, сіз кім болсаңыз да, тікелей сату индустриясында өз жолыңызды бастауды жоспарласаңыз, және арманыңыз болса, бәрі жақсы. Ал егер сіз үй іздеп жүрсеңіз, немесе көшуді жоспарласаңыз, мен ештеңе ұсынбаймын. Мен саған шын жүректен айтамын, бүгінде бұл салада тұруға тұрарлық бір ғана үй бар. Ол Ignite. Сіздің жауабыңыз өте қарапайым. Мен сізге әрқашан өз презентациямда айтамын. Ал сіздің жауабыңыз өте қарапайым. Иә немесе жоқ. Сондықтан, балалар, Ignite-ке қош келдіңіздер.